Талгарский неге вообще жол болсын. Административный полицияға келдім. Олар маған копия материалы беру керек. Оларда не принтерлар жоқ, не сканерлар жоқ, не копия документа дайын емес. И маған айтады, без печати бере саламыз, өзің сканерлеп ал, өзің копияға салып ал деген сияқты. Енді я должна ради этого дополнительно ездить, ходить и выполнять чужую работу. Мне, пожалуйста, департамент Талгарский районның и біреудің жұмысын біз, получается, сұранамыз, уақытымызды кетіреміз. Бұлардың задачасы шақырған кезде мы вам выдадим копию документа деп шақырады, и при этом копию не выдают, электронный қылып жібере салайық, или и то электронный қылып жібере салайық демейді, фотоға түсіріп алыңыз, өзіңіз электронный қылып шығарып аласыз дейді. Это что за дела тогда? Зачем тогда нам полиция, если они даже копию не могут нам дело выдать? Даже картридждары жоқ қой, чтобы вы понимали. А мы должны копия бермейтіндері бар, маған электронный сразу жібере салмай ма? Мен келмей ақ, электронный жіберетіндері болса. Мен оны распечатать етіп, сразу сол арқылы, например, уақытымды да кетірмейтін едім, распечатать ететін едім да, жүре беретін едім. Мұнда даже картриджі нет, просто тупо копия документа бере алмайды. Вот. Хотя копия документа должна выдаваться. Вот, теперь маған айтады, электронный жібереміз, но печати не будет. Печатьті мен сізге бөлек ұрып берем А4-ға. Сіз оны алып, басқа типа бар жерге барып, оны сканерлеп, анаған орнына қойып бересіз дейді. Енді интересно, сонда мемлекеттік печатьті мен алып, документқа любой жерге қоя берем ба или қалай? Неге система дұрыс жасалмаған, мен соны түсінбеймін, при том, что я не виновата и не виновный человек, да? И поздний ночью, знаешь. Ағыркен без макияжа түрін көрем дегенде ермін. Красотка. Мен макияжмен отырмын ғой. Ағыркен макияжсыз. Зарина, қалайсыз? Көңіл күшті болып тұрған сияқты. Бүгін сіздің макияжыңыз маған ұнап тұр. Бағана байқап қалдым, негізі өзіңіз бояндыңыз ба? Өзім бояндым. Қойш, рас па? Күшті боясыз. Сіздерде қандай жаңалық? Көңіл күйіңіз жақсы болып тұрғанға бәрі жақсы ма деп ойлап қоям? Білмеймін, айта алмаймын нақты. Эфирдегі сөздерге, ойларға қараймыз. Ешқандай барлық тарапты тыңдап көреміз. Сосын шешімін айтамын бұйырса. Хорошо. Сондай болып тұр. Сондай болып тұр, екі жарымда бізді жіберіп алмаңыздар дейсіз ғой. Студияға Айсұлтан келіп қапты. Қалайсыз, Айсұлтан? Күшті, барлығы сені сағынып жатыр. Кеше бүкіл эфир сені айттық қой. Сен туралы айттық. Кеше аэропортта тікелей жерден көрдім ғой. Біраз әңгіме болды, Біраз әңгіме болды. Сізде арасында қосып сөйлесіп отырмайсыз деймін, Жоқ, қосқан емес енді. Біз енді шын ақпаратпен ғана жұмыс жасайтын адамдармыз. Бүгін эфирде көріңіздер. Бүгін эфирді жіберіп алмаңыздар. Сүйікті ұлдарыңыз келіп жатыр, міне. Сұрақтардың жауабын аласыздар. Қайсысы шын, қайсысы өтірік, кімге сезімі бар, кімді қызғанып жүр, жүрегінде кім бар, ойында кім бар.